Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода сіздер тырнаққа қарап, қандай ауру белгілері бар екендігі туралы білетін боласыздар, және де тырнақтың күтімі туралы көптеген ақпараттар айтылатын болады. Тырнақтың өзгерісі денсаулығыңызда кінәрат барын көрсетеді. Бұл кінәратты қалай білуге болады? Шамадан тыс сынғыштық. Егер тырнақ сынғыш болса, адам ағзасында А, Е және С витамині, сонымен қатар темір мен мырыштың жетіспейтіндігін көрсетеді. Кейде мұндай жағдайда қалқанша безінің ауруы мен қант диабетінің әсерінен болуы мүмкін. Ақ дақтар. Халық тырнақты ақ дақтардың болуын жақсы ырымға баласа, медицинада бұл патология лейконихия деп аталады. Тырнақ қабатының арасында микроскопиялық ауа көпіршігі пайда болады. Яғни олар тырнақ бетінде ақ нүктелер мен жолақтар сияқты көрінеді. Лейконихияның пайда болуының себебі әртүрлі. Мысалы, жарақаттанудан, дұрыс тамақтанбаудан, жүйке жүйенің және жүрек ауруының әсерінен болуы мүмкін. Нүктелік шұңғырлар. Тырнақ пішіні мен түсі бұл кезде әдеттегідей көрінеді. Бірақ мұқият қарап шықсаңыз, тырнақтың тегіс емес екенін және шұңғырларды аңғартасыз. Дәрігерлер мұндай ауруды псориаза белгісі деп атайды. Тырнағыңызда мұндай өзгеріс байқалған жағдайда бірден дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Бірінші кезекте сіз терапевтке немесе дерматологқа жазылып, анализ тапсыруыңыз қажет. Бұл псориаздың бір белгісі болуы немесе асқазан ішек жолдарының қабынуынан не қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуінен болады. Үлкен немесе кіші тесіктер. Мұндай тесіктер спортшылар мен денеге ауыр күш жұмсайтын адамдарда кездеседі. Кейде олар жүрек және қан тамырларының жұмысы нашарлап, төмен қан қысымы байқалған жағдайда пайда болады. Сонымен қатар В12 витамині мен темір жетіспеушілігінен болуы мүмкін. Тырнақтағы ойықтар. Бұл бо деп аталатын сызықтар. Алғашқы миллиметрге дейінгі көлденең сызық түріндегі тырнақтың пластинасын алғаш рет француз әскери хирургы Жозеф Хоноре Саймон Бо анықтады. Бо сызықтары тырнақ табақшасының зақымдалуына байланысты пайда болады. Дұрыс тамақтанбаған кезде тырнақтың химиялық құрамы мен оның пластина деформалары өзгереді. Көбінесе бұл сызық аш жүруге итермелейтін диетаға байланысты болады. Сонымен бірге бұл жарақаттар механикалық болуы мүмкін. Немесе күшті препараттар мен химиотерапияға байланысты болады. Кейде бо желілері жүрек тамыр және басқа инфекциялық аурулармен ауырған жағдайда пайда болуы мүмкін. Ұзын ойықтары. Егер адамдар үшін тырнақтың рельефіндегі мұндай өзгерісі қалыпты жағдай ретінде қарауға болады. Ал 50 жасқа толмаған адамдар үшін бұл витаминдер мен микроэлементтердің жетіспеушілігінен білдіреді. Сонымен қатар нашар маникюр мен педикюрдің зардабынан болуы мүмкін. Бірақ бұл жағдайда бірнеше тік сызықты көреміз. Егер тырнақтарыңыздың 25%-нан астамы солай болса, онда сіз ішкі ағзаңызды тексергеніңіз жөн. Бұған ең алдымен жүрек тамыр және ас қорыту жүйесі әсер етеді. Ақ, сары және көкшіл тырнақ. Мұндай тырнақтың түсі организмнің шаршағанын білдіреді. Егер тырнақ кенеттен ақ болса, ас қорыту және жүрек тамыр жүйесін тексеріп, бауырға ерекше назар аудару керек. Сары түс ағзаның бауыр ауруын, сонымен қатар эндокринді және лимфа жүйесінің патологиясын тудырады. Цианоза оттегі жетіспеушілігінің, гемоглобиннің төмен деңгейін немесе нашар қан айналымын көрсетеді екен. Бір қара сызық көбінесе асқазан жүйесінің жарақатынан немесе дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты тырнақта пайда болады екен. Ал кейбір адамдар үшін бұл табиғи тері пигментациясының ерекшелігі. Егер дұрыс тамақтанып, еш жерден соққы алмай, тырнақта қара сызықтың пайда болғанын байқасаңыз, дәрігерге қаралған дұрыс. Себебі бұл қатерлі ісіктің белгісі болуы мүмкін. Тырнақтың әдемілігін қалай сақтау керек? Дұрыс тамақтану, ұйқының қалыпты болуы, спортпен айналысу, витаминдер алыңыз, қол мен тырнақтардан әрлендіретін креммен тұрақты түрде жағып отырыңыз. Және айта кететін жайт, химиялық заттармен жұмыс істегенде міндетті түрде қолғап киюді ұмытпаңыздар.